beni arayınız. Selamünaleyküm bağlar. Bağlar. Kalsiyre qanday sabaq? Adabiyat o'qu. Yaxshi. Adabiyatni o'quvdan bağlar. Bugun sabaqda men Kenjebay және Pirista paylaşmışız edi. Sayma bağlar ketsemiz mi? Yaxshi. Bağlar қазіргі sabağımızda kechagi sabaqdan keyin әлди ақ көкем әнімен бастаймыз. Бірге тақпағын бірге. Әлди аппағым, қойдың жүнін қапағым, жұрт қасаман болса да, өзің сүйген аппағым. Әлди шырағым, көрге біткен құрағым. Жақсы, рахмет. Балалар, осы әлди деп, аппағым деп сіздерде айтып жатқан кім? Анамыз, әжеміз. Тағы да сіздердің қалай етеді? Аппағым дейді, сосын тағы да. Жүрегім дейді, тағы да. Қосақаным дейді, сосын. Күнім дейді, қозым дейді, тағы да. Отақаным дейді, тағы да. Құндызым дейді, жарым өте жақсы. Бұл балалар сіздердің мамаларының, әжелеріңіздің сіздерге жүрегім деп теңеуі. Олай болса қазір балалар, біз 4 топқа бөлінеміз бүгінгі сабақта. Ол үшін алдымызда қазақтың ұлттық бұйымы киіз үй тұр. Киіз үйдің ішінің алдында QR код тұр. Соған қазір ұялы телефоныңыз бойынша сіздерге қазір тапсырманы беріледі. Сонда біздің ауылымыздың аты шығады. Апай, келе ғой бірінші топтан. Дайымыз басықты. Баланың көңілі далада. Не деген? Қайдалай алсын ба? Ананың көңілі балада. Көңілі далада. Өте жақсы. Бұл не бала? Әдемі шығарман қайтыры? Мақал, оны қайдан білдіңдер? Оны қайдан білдіңдер? Өте жақсы. Алай өтірі. Қысқа, тағы да, мақал екен қайдан білдіңдер? Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Ұқсайды тағы да, нақыл, ақыл сөзе өте жақсы. Міне, мына туымыз біздің мақал ауылы екен. Ары қарай екінші топ. Қараймыз. Ертеде бір шаңмен кемпір болыпты. Кемпір бір күні қаймаққа нан едіп, оны жарайды, рахмет. Балалар, бұл әдебиет шығарманы қайдан білесіздер? Ертегіден қайдан білдің? Керемет? Өте жақсы. Не дейді балалар? Ертеде деп басталыпты. Ол шығарманың ертегі түрі екен, әдебиет шығарманың. Ертегі баяғыда, өткен заманда ертеде деп басталады. Бұна ауыл қай ауыл екен? Ертегі ауыл екен. Ауыл үшінші ауыл қай ауыл екен? Кезекті бір жануар үстінде екі тауы бар. Кезекті бір жануар үстінде екі тауы бар. Жұмбақ. Ал жақсы келсем, керемет. Жұмбақ екен қайдан білдіңдер? Өйткені ол бізге сұрақ қойды. Сұрақ қойды тағы да. Үстінде екі тауы бар, кезекті бір жануар дейді. Бізге жасырып тұр, Бұның несі болады? Жауабы болады, керемет. Кім айтты? Өте жақсы жауабы болады. Жауабы не екен? Үстінде екі тауы бар, кезекті жануар. Керемет, өте жақсы. Ал, мына ауыл қай ауыл екен балалар? Жұмбақ ауыл екен. Ал, төртінші ауылға тезеп келеміз. Так, бала мұқия, шақтай ағайын.
тыңдаймыз қазір. Бірге. Қошақан туралы өте жақсы. Қошақан ненің баласы? Қойдың баласы өте жақсы. Демек, мына ауыл қай ауыл екен? Қошақан ауылы екен. Өте жақсы. Ал енді балалар, Қошақан ненің баласы жаңа біз? Қойдың баласы. Енді өткенде мистер бала үй тапсырма ретінде ғылыми бағытта сіздерге ата-аналарыңызбен бірге үйге тапсырма беріп жібердім. Осы қой туралы зерттеу жұмыстарын тағы да қосымша материалдарды жинақтап береміз деп. Қане, сол дәптерімізді ашамыз. Кімге дайындалып келді? Кім? Ал, не өткен айтады? Қойдың пайдасы жіп ереді, Қандай басқа топ? етін жейді, сүті тамаққа пайдаланады. Қойдың жүнінен Керемет, жақсы. Ал сізден не дайындап келдіңіз? мал өсірсе, қой өсір. Пайдасы оның қой көсір. Қой төрт түлік малдың ішіндегі ұсағы және ең момыны жуас екен, керемет. Яғни қойдың момыны туралы жуас екен туралы. Тағы да мына топтан бар ма дайындап келген оқушы? Кім бар? Ал сен дайынсың ба? Айта ғой, ал сен оқи ғой. қой өсір пайдасы оның қой көсір. Бұл жаңағы қайталанған мәлімет, басқа тағы. Сен енді осы сурет салып келіпсің. Ал оқи ғой сен. Не дайындап келдің? Сүтінен не алуға болады? Қойдың сүтінен не алуға болады деп сұрақ қойған өзі, Сауылып қою, нұрлы сүт алынады. Сиырдың сүтінен әлдеқайда майлы болады. Дұрыс, сүттің құнарлы майлы болатын туралы біліп келіпті, өте жақсы. Мына топ бар ма тағы? Кім бар? Айта ғой, бала. Қойдың пайдасы қандай? Жүні қырқылмаған марқа, қозының еті Тыңдаймыз балалар, қандай қозы дейді? Тыңдайық па? Қандай қозы дейді? Айтты ғой, жақсы бір мәлімет айтты. Арқа, керемет, кім тыңдап отырған мінекей, жарайсың. Өте жақсы, рахмет. Ал сен бір өзі дайындап келіпсің, не дайындап келдің, айта ғой. Мынау не? Қойды, қараңдаршы балалар мінекей. Қойды былай бейнелеп келді, мынау не? Айта ғой, түсіндіре ғой, не істеп келдің? Қой ете пайдаланмал оның еті, сүті, жүнін және терісін пайдаланады. Қойдың пайдасы еті тағам ретінде қолданылады. Сүті мен құрт, ірімшік, май. Мынау несі? Мына суретін жапсырдым, мынау не? Жүндері. Дұрыс айтасың, жүндерін не алынады екен? Жүндерінен көрпе төсек. Өте жақсы, тамаша. Ал мына топтан кім бар екен? Ал айта ғой. Қойдың адамға берген пайдасы көп. Қойдың жүнінен Сен мынаны әкел, әдемі распилі суретін салыпты балалар. Қараңдаршы қойдың. Мына жерде қойдың құйрық май дейді, жамбасы. Мынау нелері өлгеннің? Қойдың мүшелері ме? Қойдың мүшелері туралы мәлімет жинақтап келіпті мінекей. Ал оқиға қандай мүшелері бар екен? Омыртқа, қабырғасы бар екен, мойынның омыртқасы дұрыс. Керемет, тағым бар. Барма тағы оқушы айтатын, ал айтамын. Аусын шығар, кестес. Алған оқытын оқыңыз ба? Қармадан аусын шығар.
Иә, мамаға тағы да мәліметтер қайталанып жатыр. Иә, рахмет. Ерекше мәлімет бар ма тағы да қой туралы? Біз естімеген тыңдаған кімде бар? Ешкім қайталамаған кімде бар? Ал айта ғой. Етік ал айта ғой. Бұл қойдың жүнінен жасалатын етік туралы жазып берген екен, иә, солай ма? Балалар қойдың терісінен жасалады екен? Терісінен. Мына бар, айдап келіпті. Етік жасалатыны туралы айтып келіпті. Өте жақсы бала. Керемет. Мінекей бала, мен сіздерді жаңағы қолдарыңызда қолымдағы асықпен бағалап жүрмін. Қазір бұл бағалау балалар сабақтың соңында өздеріңіздің жинаған ұпайларыңызбен қорытындысы шығады. Енді балалар қазір дәптерді ашамыз. Бүгінгі күннің жадын жазамыз. Қошақ анық қойдың тақырып. Дәптерді көлбеу қоямыз. Өзіміз тіке отырамыз. Кітапты жоғары қоямыз. Бүгінгі күннің жадын жазамыз. Бүгін ақпанның 24-і. Дәптерді қалай қоямыз? Көлбеу қоямыз балалар. Көріп тұр ма? Ал, тез жаза қойыңыз балалар. Распылғыш қаламды қоямыз тез балалар. Қоя распылғанның құшы. Жақсы. Қаламды қояйық. Ұмытпа. Жаңа кейбір оқушылар азық деген сөз айтты балалар. Азық деген сөз сіздерге түсініксіз болса, ол тамақ. Tamam, sözü жұмыста салара қойыңдар, тездетіп. Жақсы. Қаламды қоямыз болады. Ал енді балалар, біздің ағаш үйіміздің қасында әжеміздің әдемі сандығы, яғни біздің қазақ халқының ұлттық жиһазы дейміз, әжеміздің қалған сандықтар тұр екен. Бұл сандықтың аузы не тұр балалар? Кілт тұр. Сандық кілтеуіл тұр қазір. Сандықтың ішінде не бар екен білгіміз келе ма? Олай болса қазір барлығымыз топ болып жұмыс жасаймыз. Сандықты ашу үшін. Ол үшін қазір топ мүшесі бір кез келген адам мына кілтті аламыз да, артындағы тапсырманы топ болып бірге орындаймыз. Түсінікті ме? Ал, топ бірге жақындарында бірге орындайды. Кілттің артында тапсырма. Тұра қойыңдар. Бәрін алып бірге орындаймыз. Жақындар бірге. Тапсырма бірге орындайсыңдар. Бар, қасына бар. Мына жақын қасына бар. Қасына бар, бірге орындасыңдар тез-тезін. Қаламды алың. Мынан қайсың? Мақалынан болса қара. Қабат қаттама, ақылы болса аттама. Ақыл болса қоясың. Бұлақ болса қайсың екенін. Түсініңдер ме? Біріншіден оқыңдар. Оқы. Мақал ма, жұмбақ па? Шығарманың қайсысын әдеби шығарманың? Плюс қоясың, қосу қоясың. Түсінікті ме? Топ бірге көмектесеміз. Мынаны орындаймыз.
ақылын түсірді. Бұл не? Жұмбақ. Жауап алайын. Ана бойы бар. Керемет. Не деп айттым? Жауап түлкі екен. Ал үшінші сынып оқиды. Үшінші тез балалар. Тез оқи ғой. Бұл не? Таңмен көзін ашады, әлеммен нұр шашады. Күн керемет өте жақсы. Бәрін бағаладық қой, топтық жұмыс. Ал қай топ дайын? Қара, оқи бер. Қабат қаптама, ақылың болса аттама. Өте жақсы. Ол не? Жұмбақ. Жұмбақ. Не екен жауабы? Кітап. Кітап. Бұл жұмбақ екен қайдан білдің? Қабат ол ақылың болса аттама. Иә, кітап дұрыс. Өте жақсы. Ары қарай келесі. Иә, бұл не? Шығарманың қай түрі? Әдеби шығарма. Қант, бұл не? Әдеби шығарманың қай түрі? Қайсысын белгіледіңдер? Жұмбақ, өте жақсы, иә. Келесін, кім оқиды? Келесін оқи ғой ма? Тез оқи ғой. Үшінші сатыларын оқи ғой. Иә. Мақал, неге мақал жұмбақ емес? Сұрақ жауабы жоқ, иә. Бізді жақсылыққа, нақыл сөздерге ауылып атыр. Ал келесі, ал оқи ғой тез. Қай түрі? Мал өсірсең, қой өсір. Жұмбақ дейді. Келсеміз балалар? Мал өсірсең, қой өсір, өнімі оның көл өсір дейді. Әдеби шығарманың қай түрі? Кім көмек береді? Мақал, керемет. Екен, мақал ұштаспаймыз келесі. Кішкентай ғана бойы бар, айналдырып киген тоны бар. Иә, не екен? Жұмбақ, жауабы не бала? Кішкентай ғана бойы бар, айналдыра киген тоны бар. Қой, керемет. Келесі тапсырманы оқиға бере ғой. Тез. Көз қорқақ, қол батыр дейді. Не екен? Қай дұрыс белгіледіңдер ме? Керемет, тамаша. Ал сіздерде дайынсыз ба? Ал тез оқи ғой. Не ексең, соны ораз тыңдаймыз, жауап береміз. Иә, не екен? Мақал, келсеңіз ба? Ары қарай. Ол не? Қалың киімі бар екен, шешіндірсе, жатады. Не екен бала? Шағынан қайтыры? Жұмбақ, жауабын кім біледі? Жауабын білеміз ба? Жуа, өте жақсы. Тағы да келесі тапсырма басқадан оқимыз. Кім? Оқисың ба? Оқи ғой, тез. Қойдай қоңыр, қозыдай момын. Бұл не? Келсеміз ба? Қойдай қоңыр, қозыдай момын дейді. Не бала шығарма әдеби шығарманың қай түрі? Мақал, мәтел екенін қайдан білдің? Тамаша. Иә, өте жақсы мақал мәтел екенін. Не? Қандай? Апайларымыз үйретті сабақта сіздерге. Айтты ғой. Жұмбақтан айырмашылығы қандай деді? Оның жауабы мен шешімі. Жоқ, иә, сосын. Ой, иә. Жоқ, мақал мәтел туралы айтты. Иә. Мақал мәтел ол да нақыл сөздер, жақсылыққа айтылады, жақсылыққа қарай бізді үйретеді. Ондағы сөздердің саны қысқа болады, нақты болады, иә. Бердім ғой, өте жақсы бала. Керемет. Енді балалар неге сандығымыздың іші ашылды. Ашамыз. Ашылды. Ішінен балақастана барам. Бірінші бетінде мынадай текеметтер. Тыңдап аламыз тапсырманы. Текеметтерде түрлі түсті ою бар. Қазір бір-бірін ала ойындар кезірген оқушылар. Бір-бірін аламыз. Тез аламыз. Алдық па қолымызға? Енді қараңыздар балалар. Мына түс кімде? Жасыл түс кімде сенің тобыңда? Екеуін бірге орындайсың мына тапсырма. Жұп болып. Так, сіздің тобыңыз кім бар? Апай, бір апай көмектесе қоямыз. Кімде қызыл? Апаймен ұдаса қойыңыз. Бірге орындаймыз. О, дәптерге орындай қойыңдар. Ал екеуіңіз жұппен. Иә. Ал бірінші дайындап алыңдар. Дәптердің қасына алып кел, бірге орындаймыз. Орындарын ауыстыра қойын балалар. Кім-кім жақын оны ауыстырамыз.
Бірге дәптер келді. Бірге орнына тапсырмамыз артында. Тапсырма артында. Қайда? Жазың, тез орнын жазыңдар. Сүттен дайындалатын тағамын жазыңдар. Жүнден сұратын заттарын жасаңдар. Жаз, не сұрат жүнден? Қойдым жүнден. Кейін жақсы жазарыз. Қойдың керісін жасаңдар жаз. Жазып тұрды. Biz burada orada. Ayran жазабер, ayran, ko'p жазабер. Tez. Al, sen yazib atsan. Al, ne so'rading? Bir ovamiz al, ne so'rading? Ton, ton. Al, ne so'rading? So'sin, Аз bo'lmasa hozir birga qo'shinglar, ikkovi birdan olamiz. Sho'x қазақша. Aydan жазып екеуін бірге орындайсың. Түсіндіңдер ме? Екеуін үстелін бірге орындау керексің. Қазақша қалай? Ірімшік. Қайсы кім болды? Сен кіммен біргесің? Қандай келдің не сағатша айтып қой. Қойдың терісінен балалар не деп айттық біз? Көбің түсінбейді қойдың терісінен. Етік, торсы қойдың терісінен. Киім, жағым айтты тон деп ал. Ескі өңдесі қойдың. Ал қай жұт болды? Қай жұт болды? Biz. Кім болды? Siz bo'lishing. Al. O'qiydi. Qattiq aytasiz. To'n debsin. Qasында bor yozdi. Oyoq kiyim, yaxshi. Kelasi o'ynaysizlarmi? Ne yozdilar? Шылық, жақсы, тағы да. Кім? Ал айта ғой, екеуің не жаздыңдар? Керемет! Есті olsunдар ма, бала бір күн естейміз, Қойдың сүті қорғайсың, яғни оның сүті құнарлы, одан айран, ірімшік, құрт жасаймыз. О, тамаша! Қорғасын деген не ол? Сен қойдың сүтін қорғасын болсын, керемет, дұрыс. Қорғасын деген не? Неге теңе батыр олар? Құнарлыға өте жақсы айтасың. Керемет. Бар ма тағы? Жауап. Ал, кім тағы да? Қай жұт болды? Қай жұт болды? Бар ма топ? Бар да кім дайын? Тез. Ал, қойға тез. Терісінен жасалатын бұйымдар, етік, кілем, торсық. Етік, кілем, торсық. Жастық, ішіне кекеме, көрпе дейді. Екеуміз бірге. Жақсы, топ бар ма? Кім дайын? Ал, айта ғой. Тез. Бұл тез. Сай жазған оқи ғой енді. Сүтінен, йогурт дейсің бе? Sarmayın dürüst. Қазір заманда бала йогуртсыз алады екен, қойдың жүнінен. Сен қаттысың ба? Дауыстарын шығарайық.
болдың, жақсы. Я досым шығады. Керемет, тамаша жауап бер. Кім бар мына айтауын. Yok, sarmayın. Kaçada kursunlar, sarmayın. Жақсы, ya. Katı, kerісіне салатын бұйымдар, ya. Етіп қолын крем. Жақсы, өте жақсы. Балалар, осымен жұптық жұмысымыз аяқталды. Қойдың жүнінен жасалатын кереметтегі әдемі тапсырмаларды әдемі бәріміз орындады. Қазір балалар сәл сергіп ойнап алайық, ya. Олай болса ары қарай сабағымызды апайымыз жалғастырады. Кәне сергіп алу үшін ортаға еңбек пәнінің мұғалімі Елес ағайды қонаққа шақырамыз. Ағай, сіз біз 1 минут уақыт береміз, балалар сергіп аламыз. Балалар, қазір қойдың жүнін қырқы ойыны. Біз негізі қойдың жүнін қырықтықпен қырқамыз. Бірақ алайда сіздің жастарыңызға байланысты қырықтықпен емес, бүгінгі сабақта оны қайшымен қиямыз. Жалпы естеріңізде болсын, қойдың жүнін қимаймыз, қырқамыз. Біз қайшымен қағаз қиямыз. Қырқу, қиюды ажыратамыз. Ұмытпаңдар болашақта. Қазір қайшыны алып, Елес ағайдың көмегімен бүгінгі сабақта балалар қойдың жүнін қырқамыз. Яғни қойдың жүні өсіп кеткен, алда көктем келеді, қой ысылайды, жұқарту керек біз жүнін. Ауылда балалар осы қойдың жүнін қырқатын кезде бұны әуелі тоғытып алады қойды, жүнін тазартып. Сосын оны қыртықпен ауылдың ер-адамдары қырқады. Ал жақындан тұра кел бала. Сені сұқпа, жүре береміз. Көрші ауылға көмекке баруға болады. Ағай. Қойды ұмытып алмайсың, да? Vallahi turamız. Bәріміз қатысамыз. Қайшы тұста. Мақсатымыз біздің бала сергіп біріміздің қайшын ал. Ал, Елес ағай дұрыстап қылады ма балалар? Дұрыс. Кемі жоқ. Ағай, қараңызшы, осы жүнді не істейміз еді біз? Мысалы, шаштарымызға барып шашымызды біз лақтырып тастайды ғой, керек емес. Ағай, мына жүнді не істейміз? Бұлар не істейтін білесіздер ме? Ал. Айтшы. Рас? Иә. Не істейміз мына жүнді? О, қойды жүнді. Ал енді, мына жүнді не істейміз? Ағай, тыңдаймыз. Иә. Кекімен жасайды. Киім жасайды. Дұрыс. Иә, бала. Елес ағай түсінбейді, мына не істейміз еді енді? Ләски жасайды. Кекімен жасайды. Мына балалар жерде қырқып алғаннан лақтырмайды екен. Мынаны жуып,
ішінде бізге тапсырма берілген. Бүгінгі сабақта қой туралы алған ақпаратымызды осында жазамыз. Қой туралы алған ақпаратымызды осында жазамыз. Қойдың пайдасы қандай? Сонымен бүгін не түйдік? Бүгінгі сабақта. Көйлін жаз қойдым. Қой туралы не білеміз? Сол жазамыз. Жаза қойыңыз. İzlediğimiz okuşlar olan okuşlar var mı? Dayım. İzlediğimiz dayım okuşlar bolsa bir destek болады. Болған оқушылар болса оқи берсек болады. Izlediğimiz оқушылар bizге азғантай ғана уақыт қалды. Оқи ғой. Тұрып оқи. Тұрып оқимыз, орнымыздан тұрамыз. Қойдың жүніне көрпешесіне сүйек аламыз. Бұның етін жейміз. Иә, дұрыс айтасыз. Пайдалы. Жарайсыз. Тағы? Сіз болдыңыз ба? Тағы тездетеміз оқушылар. Оқи беріңіз. Қой бұл үй жануары. Қойдан бір ет аламыз. Иә. Енен ем аламыз. Жарайсыз, өте жақсы. Тағы болған оқушылар бар ма? Оқи қойыңыз. Бір оқимыз орнымыздан. Иә, киітуге болады. Иә. Қойдың жүнінен киім жасауға болады. Жарайсыз, өте жақсы оқушылар. Тағы? 4-ші қатардан, 4-ші топтан. Оқи қойыңыз. Ет аламыз, ә? Жақсы оқушылар, рахмет көп. Ендігі кезекте барлығымыз жазып болсақ, келесі сандықтың ішінде бізге бүгінгі, яғни қойдың сүтінен дайындалатын тағамдардың пайдасы, онда кездесетін дәрумендер туралы ақпараттар берілген. Ішінен сандықты ашамыз, ішінен бір-бірден аламыз. Үйде ата-аналарымызбен осыны оқып танысатын боламыз. Ала қойыңыздар. Ақ қағаз, құттамайын ба? Құттқалы еді. Қандай қағаз? Барлықтарыңызға жетті ма?
жерде қойдың сүтінен дайындалатын тағамдардың, онда кездесетін дәрумендердің, ол дәрумендердің адам ағзасына қандай пайдасы бар екендігі барлығы көрсетілген. Үйде ата-аналарымызбен бірге танысатын боламыз. Енді бізге әжеміздің өзінің құрты бар екен. Ол құрт сіздерге, сол құртта берілген қима қағаздар бар. Бұл құртта, бұл қима қағаздарда түсіндім, бүгінгі сабақта түсінбедім, немесе сұрағым бар деген белгілер бар, соларды белгілейміз және атымызды жазамыз. Сондай-ақ бүгінгі сабақта неше асық жинадық, сол асықтың санын жазатын боламыз. Қане тездете қояйық оқушылар. Құртты өзімізбен бірге алып кетеміз. Кері байланыс парағын сандықтың ішіне салып бізге бересіздер. Так, балалар. Мына қағазға аттарыңызды жазыңыздар. Мына қағазды атымызды жазамыз. Бүгінгі жинаған асығың неше? 6 ма? 6 асығын жинадасың. Және мен мына 3 сұрақтың біреуін белгілейміз. Түсіндім, сұрағым бар, түсінбедім. Оны қайтарып қамтыға саламыз. Атымызға неше асық жинадың сана? Бүгінгі сенің қолың қаптасы бағалау. Әжелеріңіздің сандығының түбінде сендерге берген құрты бар екен. Жазып болған парақты осы сандыққа саламыз. Ала қойыңыз. Атыңыз жазыңыз. Атыңыз жаз, асыңыз. Асыңыздың санын жазыңыз. Иә. Енді неше асық жинадық? Жақсы балалар, сабақ ұнады ма? Сіздерге сабақ беріп таяққа келіп. Сіздерге үлкен рахмет оқушылар. Бүгінгі сабаққа өте жақсы қатысқандарыңыз үшін сіздерге, сіздердің ұстаздарыңызға үлкен рахмет. Апайлар, сіздерге келгендеріңізге тағы да рахмет. Кербайжан ұсыныс түскеніміз. Оқушылар, сабаққа тұрамыз, тамақ қуат келеміз.